Бауырды бәрі жейді, бірақ осылай бәрі дайындай алмайды. Мейрамхана деңгейіндегі бауыр рулеті. Ең бастысы оңай қалай орау керектігін видеоның соңында көрсеттім. Бұл үшін бар болғаны бізге бауыр керек, жұмыртқа, ұн. Бауырды қазір тураймыз. Әдемілеп жуып алдым. Егер мына пленкасы тез кетсін десеңіздер, онда ыстық суды бір құйып, үстіне мұздай су құйсаңыз, пленка осылай тез ашылатын болады. Осы бауырдан қамырымыз қазір жұмсақ, әдемі пышный болу үшін біз осында пленкалерден тазартуымыз керек міндетті түрде. Маған 600 грамм бауыр қажет, сондықтан турап өлшеп аламын. Бұның пайдасы өте зор, әсіресе Рамазанның кезінде, мына қаны аз адамдар. Оның үстіне майонездің орнына қазір видеоны до конца көріңіздер, мен пайдалы соус пайдаланамын. Мендегі бауыр таза екен, онша пленка ештеңе болмады. Сондықтан турап тек өлшеуге жіберіп жатырмын. Грильде қуырып да болады. Сөйтіп кешкі асқа бұл таптырмас тағам, қасына жасыл көкөністер, брокколи, кабачок қойсаңыздар. 600 грамм болды. Қалған артылғанын мен солай кешкі асқа жасағым келіп тұр. Балалардың как раз анемия, көктемгершілік жақсы болады. Міне 600 грамм болды. Термомикстің өзінде өлшеп алдық. Енді мен қазір сіздерге құпия үйретейін. Оны енем айтқан. Мына говяжий печеньді, сиырдың бауырын, ащылығын, я болмаса жаңағы жұмсарту үшін одан да бұны сәл жарты сағаттай сүтке не істеп қоямыз, бұқтырып қоямыз. Осылай сүтке батып тұру керек. Сонда тестіміз одан да жұмсақ, нежный болады. Бұл лайфхакты өздеріңізге түртіп қойыңыздар міндетті түрде. Әсіресе жаңа блинчик қып қуыратын болсаңыздар, менде енді блины емес, кешке қонақ өйтіп сковородада қуырып тұратын, шындығын айтсам уақытым жоқ. Сондықтан ең жалғау, ең тез рецепттерді мен шындығын айтсам жақсы көремін. Сол үшін бұны біз неге жібереміз? Духовкаға жібереміз. Ал жарты сағат уақыт өтті, құрметті көрермендер. Сүтті міндетті түрде төгеміз, себебі бұл сүт өзіне қарай мына бауырдың токсиндерін, тағы басқа нәрселерін сіңіріп алды. Оны байланудың мүлде қажет жоқ. Ал енді осы бауырды блендерге, термомикске саламыз. Рецепт бойынша, бұл енгізілген торттың рецептісі, 10 секунд 8-ші жылдамдықта майдалаймыз. Осы уақытта менде пеш қызып жатыр. Көрейік қалай шыққан, мына қараңыздар. Қандай тамаша шыққан, білмеймін сіздерге қалай көрініп тұрма, өзі жоқ па, мына қараңыздар. Бір келкі барлығы. Енді әрі қарай рецепті бойынша қадам-қадаммен жүріп отырамыз. 2 жұмыртқа. Егер бауырдың тортын бұдан да пайдалы етемін десеңіздер, онда пайдалы безглютеновый ұннан қоссаңыздар болады. Цельнозерновая мука деді ғой. Қазақшасын білмедім. Комментарийге жаза кетсеңіздер, цельнозерновая деген қазақша қалай болады, құрметті көрермендер. Мен үшін сізден кері байланысы өте маңызды. Бұл роликтің біраз адам көргені, пайдалы болғаны. Ал әрі қарай тұз бен бұрыш қосамыз дейді. Жарты шай қасық тұз, 1-ден 4 бөлігі бұрыш. Тағы да араластырып жібереміз. Енді 20 секунд. Мына жерде рецептте 5-ші скоростқа дейін апарамыз деген, 1-ші 3-тен бастап 5-ке дейін. Мына қарап тұрсаңыздар, осындай моменттерді мұқият оқыңыздар. Мына 3-тен бастаймыз дейді. 3-ке келгеннен кейін 5-ке дейін жеткізесіз дейді. Аха, соны әдейі көрсеткім келді. Ал не шықты көрейік. Мен де сіздермен бірге бірінші рет дайындап тұрмын. Себебі қонақ келеді. Енді түрінің өзі айтып тұр. Қараңыздар. Мұны былай қасықпен көрсетейін. Мына қараңыздар. Керемет, кәдімгі блиныйдың тестісі шыққан. Рас па, көрермендер, жазып кетіңіздер. Әлде сіздерде қалай шығады? Енді мынау мен ойлаймын идеальны шыққан деп ойлаймын. Қараңыздар. Ешқандай комочектар, ештеңе жоқ ішінде, көрініп тұр ғой. Ал мен осы кезде пешім қызып дайын тұр. Біз осы құймақты құямыз. Бисквитті де дәл осылай жасауға болады, құрметті көрермендер. Мына қараңыздар. Керемет, бір келкі қып былай төсеп шығамыз. Біздің клем сияқты. Бисквитный рулетті де тура осылай жасайсыздар. Оған 10 минут кетеді. 160 градуста жетеді. Өйткені бұл жұқалап салып жатыр қой біз. Құрметті көрермендер, сіздерді осы рецептіні жасап, менімен бөліседі деген ойдамын. Қараңыздар. Ал чашыны осы уақытта жууға қоямын. Себебі біз начинка дайындауымыз керек. Қарап жеріңіздер.
Лиса, поставь таймер на 15 минут. Ал сіздерге енді чашыны жылдам жуудың способын көрсетейін. Енді біз май қуырған жоқпыз. Сондықтан бұны 1-2 минут жуып жатудың қажеті жоқ. Бізге 20 секундтың өзі жеткілікті. 20 секундқа қоямыз. Мына жерде реверсті басып, 5-ші жылдамдыққа қоямыз. Болды. Көрейік. Мына көрдіңіздер ма? Тек осыны шаю ғана қалды. Бізге көпіршітіп ақ берді. Ешқандай фейриді нені пайдаланудың қажеті жоқ. Бұл әрине жаңағы қамыр илегенде соған осылай істесеңіздер болады. Майы жоқ та, өйткені ұзақ электроэнергия құртып болған, фейриді құртып, лишний организмге химия, дұрыс па? Ал енді осыны 2-3 рет шайып жібереміз кранның суымен. Ал әрі қарай рецептімен кеттік. Бізге жуа мен сәбіз керек. 100 грамм сәбіз. Рецепт бойынша сарымсақ сұрап тұр, бірақ ауызашар кезінде сарымсақ ондай несі жоқ деп ойлаймын. Сондықтан мен сушеныйын пайдаланамын. Май құямыз. Енді барлығын жақсылап майдалап қуырамыз. Бірінші еземіз. Осы уақытта пешіміздегі бауырымызға бір қарап қояйық. 6 минут уақыт қапты, бірақ беті шикілеу әлі. Енді крышкасын алып, төмен қарай түсіріп жіберейік. Қабырғаларынан, өйткені қазір қуырылғанда біркелкі болу үшін. Сосын ешқашан чашыны термомиксте тұрған кезде ұрмаймыз. Өйткені астында бізде программа бар. Сол бұзылып қалады. Ал енді снимите мерную чашу дейді, әрі қарай қуыруға жібереміз 10 минут. Қалай қуырылып жатқанын көріп жіберейік. Бұл міне сәбіз бен жуаның пассировкасы. Былайынша осыны манта, тағы басқа нелерге помидор қосып жіберіп, томатная паста қосып жіберіп, тұз, қызыл бұрыш қосып, подлива жасап жерсеңіздер болады. Әрі қарай сорпаларға пайдалансаңыз болады. Коржымыз дайын болды. 10-12 минутта жетеді. Өте оңай. Былайынша алынып тұр. Неде мына, көріп тұрсыздар ма? Мен уайымдағанмын, мына қағазда арзан Каспийден алғанмын ғой. Соған уайымдағанмын, жабысып қалама деп. Жоқ. Өте жақсы алынып тұр. Үстіне осындай не жаямыз? Пергамент. Аударамыз. Бірақ өте ыстық, сәл-пәл салқындатайық. Начинкаға біз майонездің орнына қаймақ қосамыз. Өйткені ораза айында бізге зиянды заттың қажет жоқ. Бұлар міндетті түрде холодильниктен алынғаны дұрыс. Себебі комнатный температурада болса, онда андай былжырап ағып кетеді. Және 200 грамм творожный сыр қосамыз. Толық рецептісін описанияда қалдырып кетемін. Араластырамыз 10 секунд. Ал бізде қараңыздар, қандай керемет крем шықты. Бисквитіміз әлі жылы болып тұрған кезде осы начинканы салып тастаймыз. Егер сәбіз бен жуаны майы көп болса, онда сәл-пәл новый салфеткамен майын өстіп сорғытып алсаңыздар болады. Ал екінші жағына кремімізді жағамыз майонездің орнына. Ал енді бисквитіміз әлі жылы болып тұрған кезде осылай ораймыз. Осы пергаменттің көмегімен тығыздауға ораған дұрыс болады. Енді рулетімізді фольгаға ораймыз. Сөйтіп формасын сақтау үшін холодильникке түнге дейін қоямыз. Мына осындай тып-тығыз күйінде холодильникке қоямыз.